Сіздер ме, құрметті студенттер? Мен Анвар Исмаилов атындағы кәсіптік колледжінің мұғалімі Камалова Ботажан. Біз бүгін композиция негіздері пәнінен онлайн ашық сабақ өтеміз. Онлайн сабағымыздың тақырыбы симметрия және асимметрия ұғымы. Киім композициясының да өз заңы мен ережелері бар. Ол кез келген костюм түрінде орындалуы тиіс. Бірінші ереже – келісімділік. Композиция компоненттері мен композициялық құрылымдардың киім мақсатына бағынылуы. Екінші, композицияның барлық бөліктері мен компоненттерінің өзара және адам дене бітімімен өлшем пропорциялылығы. Үшінші, композициялық орталықтың болуы. Төртінші, композицияның тұтастығы. Киім композициясы мен композициялық құралдарының мақсатқа бағынушылық ережесін келісімділік заңы нақтылайды. Бірінші, киімнің арнаулы мен пішінінің органикалық бірлігі. Екінші заңы, материалдың пішінге және киім арналуына сәйкестігі. Үшінші заңы, материал мен сәндік әрлеу бірлігінің киім арналуы мен пішініне сәйкестілігі. Асимметрия. Асимметрия түсінігі симметрияның өсі немесе жазықтықтың симметриясы жоқ кезіндегі элементтердің орналасуын білдіреді. Асимметрия динамикаға әртүрлі деңгейдегі пішінді береді. Ол ішкі және сыртқы болуы мүмкін. Костюмның адам дене бітіміне тығыз байланыстылығын ескере отырып, оның асимметриялық орналасуының да ерекше белгілігін арттыруға болады. Асимметрияның бастау симметриялық пішінде костюмдік аксессуарларды пайдалану арқылы функционалдық және сәндік элементтердің вертикалдық өстен жан-жақты орналасуы арқылы дамуы мүмкін. Симметрия бір қалыпты заңдылықты білдірсе, ал асимметрия қимылды, кездейсоқтықты, еркіндікті білдіреді. Силуэттің симметриялық пішінде асимметриялық қосылса, ерекше пішін пайда болады. Симметрия мен асимметрия үндестігі интуицияның, композициялық бүтіндіктің және композициялық тепе-теңдіктің сақталуын қажет етеді. Симметрия дегеніміз оң жақ және сол жақ ортадағы вертикалға қатысты адам дене бітімін екі тең бөлікке бөлетін пішін бөліктерінің теңдігі. Бұл кез келген пішіннің құрылысы негізінде симметрия принципі жатады. Симметрия орторадиалдық, мысалы гүл пішінінде, теңіз жұлдызы тәрізінде, немесе орта өстік, мысалға көбелек құстар пішіні болуы мүмкін. Симметрияның бірнеше түрі бар. Біріншісі классикалық. Бұл бейне, айналым, кеңістіктегі бұрылыстар, жазықтықтағы бұрылыстағы симметриялар. Екінші, афиндық. Созылым, қысым, жылжу симметриясы, ұқсастық симметриясы және де қисық сызықты симметрия. Ол айналым, қысымдау, бұзу, жай бүгілді симметриясы. Табиғатта абсолюттік симметрияның болмауы себепті костюмде де көбіне симметриядан шегіну болады. Бұл бұйымның арналуына және сипатына, атқаратын қызметіне, кәсіпорындық технология шарттарына, көркемдік бейнелілік мақсаттарына, киім жобалуына сәйкес жүзеге асады. Асимметрия табиғатта да кездеседі. Мысалға алатын болсақ, бұл көйлек табиғаттың заңдылықтарына жабыт алып тігілген. Көйлек дизайны суперсіз іспеттес болса, түс үйлесімділігі көбелектің сұлулығынан алынған. Бұл суретте бейнелердің әрқайсысы тең, ортасында бүктелгенде бөліктері бір-бірімен дәлбеттеседі. Оны симметрия деп атаймыз. Симметрия жапырақтарда, көбелектерде кездеседі. Мысалға, бұл көбелек сұлулығымен қатар пайдалы және зиянды жәндік. Бұл суретте біз көріп тұрғанымыздай симметрия бейнеленген. Себебі, егер бұл парақты біз бөлісетін болсақ, онда екі беті бір-бірімен дәл беттеседі. Назарларыңызға рахмет.